Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді 15 минутта үйдегі бар қолжетімді заттармен осындай песочный тестадан рогаликилер дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің рогаликилеріміз өте дәмді, нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық ингредиенттерді описаниеге граммдарын жазып кететін боламын, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Ең алдымен біздер барлық ұнымызды елекке салып, електің көмегімен өткізетін боламыз. Електі міндетті түрде пайдалануға тырысыңыздар, өйткені ол біздің ұнымыздың жақсы болып көтерілуіне септігін тигізеді. Мінекей достар, барлық ұнымызды осылай елекке салып өткізіп алатын боламыз. Алдағы болатын менің видеоларымды өткізіп алмас үшін осы менің қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде менің каналыма шыққан видеоны сіз бірінші болып көретін боласыздар. Ал ендігі кезекте оның үстіне тұзымызды саламыз, содан соң қопсытқышты саламыз, яғни разрыхитель. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Одан соң оның үстіне қаймағымызды саламыз. Бізде қаймақтың қандай өнімден екені маңызды емес, барлық қаймақ түрлерін қолдана берсеңіздер болады. Мінекей барлық қаймағымызды салып алдық. Ал ендігі кезекте бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Міндетті түрде бөлме температурасында болғаны дұрыс. Ал достар, ендігі кезекте біздің қамырымыздың барлығы біріккенше оны қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Содан соң қолдың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Мінекей осылай жақсылап барлығын араластырамыз. Бізде сол кезде жұмсақ қамыр пайда болады. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ қамыр пайда болды. Оны 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут тынықтырып болған соң қамырымызды 2 я болмаса 3 бөлікке бөліп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бөліп алып, осылай бір бөлігін алып, біздің қамырымыздың үстіне жай ғана аздап ұнымызды себеміз, жабысып қалмас үшін. Содан соң домалақ етіп қамыр жаятын боламыз. Шамамен біздің қамырымыздың сантиметрі 1-2 сантиметр болғаны дұрыс, яғни қалыңдығы. Осылай оқтаудың көмегімен жақсылап барлығын домалақ етіп жайып алатын боламыз. Електі пайдаланған себебіміз, сіздер көріп тұрғандарыңыздай, біздің ұнымыз өте жұмсақ, ондай көп жабыспайды, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей біздер барлығын осылай жайып алдық, домалақ етіп. Ендігі кезекте оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып, көріп тұрғандарыңыздай, осы жайып қойған қамырымыздың үстіне барлығын жағып шығатын боламыз. Толықтай барлық жерге жұмыртқаны жағылуы тиіс. Осындай щетканың көмегімен жағып шығамыз. Мінекей достар, біз барлық жұмыртқамызды жағып алдық. Ендігі кезекте оның үстінен осылай секерімізді себетін боламыз. Міндетті түрде секерді пайдалану міндетті емес. Сіздер оның орнына әртүрлі начинка пайдалансаңыздар болады. Джем, варенье, я болмаса сгущенка, ол әрине өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Ендігі кезекте осылай рогаликілердің формасын шығару үшін осылай пышақтың көмегімен кесетін боламыз. Осындай формада үшіп-үштілеп кесеміз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей кесіп аламыз.
барлығын кесіп алдық. Ал ендігі кезекте осылай видеода көрсетілгендей жоғарғы жағынан бастап төменгі жағына қарай рогаликінің формасын шығару үшін осылай барлығын орайтын боламыз. Мінекей сонда осындай өте дәмді, жұмсақ, әдемі, формасы жақсы ұстайтын рогаликилер шығады. Осылай үлкен, я болмаса кішкентай рогалики түрлерін жасасаңыздар болады. Содан соң 180 градуста 15 минуттай пісіреміз. Мінекей осындай өте дәмді рогаликилер шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шамамен 15-20 штуктай шығады. Өте дәмді, нәзік, әрі жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде мені қолдап кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.